Ассалаумағалейкум баршаңызға. Сіздермен Нұрбеш Әмірқызы. Бүгін каналымызда манты пісіретін боламыз. Бұл енді мантының ешқандай бір аса бір қыр-сыры бар деп айта алмаймын, бірақ сонда да өзімнің кейбір ақыл кеңестеріммен, үйренген түйгендеріммен бөліскім келеді. Ең әуелі мен салмасынан бастаймын. Салмасынан бастағанда тек қана етті турап қоям. Өйткені мантыге именно осындай етті турап салған өте дәмдірек кездесем, жаңағы фаршқа қарағанда. Одан кейін қамыр дайындаймын. Қамыр үшін қайнатылып суытылған су пайдаланып, тұз қосып, кішкене қаттылау етіп илеймін. Кей жағдайларда жұмыртқа қосам, кей жағдайларда қоспаймын. Егер де мен жұмыртқа қосатын болсам, кішкене орташа жұмсақтау қыламын. Ал егер жұмыртқа қоспайтын болсам, кішкене қаттылау етіп илеймін. Өйткені буға піскен кезде де аса қатты бір-біріне жабыс қалмау үшін да, сол үшін қаттылау илеген дұрыс. Егер жұмыртқа қоспайтын болсаңыздар. Осы аралықта кішкентай ғана өтініш, каналға подписаться етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз, сонда менің келесі видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз. Енді кішкене демалған қамырды зуалаға бөлеміз. Мен жағдайымда екіге бөлемін де, және бір-екі қайтарып жіберіп, осындай бөліктерге бөліп, тағы да пакетке салып қоямын. Енді ол жарты сағат тұрса да жарайды. Келесі кезекте қалған жаңа пияз, картоп немесе асқабақ қандай да бір затты турайтын болсаңыздар, осы кезде турап қоя беріңіздер. Мен осындай Тему деген предложениеден осындай бір зат алғам, енді керемет. Қолыңыздың жаңағыдай күшін кетіріп отырмайсыз, бір комбайн қажет те емес. Енді қолжетімді бағада алған, бар жоғы 1700 теңге ғана. Және міндетті түрде аздап құйрық май қосып жіберемін. Мен үйімдегілер, мысалы бала шағам, күйеуім құйрық май жемейді, сондықтан аса қатты дәм білінбесін деп аздап қосам, бірақ міндетті түрде құйрық май қосамын. Келесі кезекте қамырымызды жайып бастаймыз. Мен бастапқы кезде міндетті түрде ұнды көбірек қосамын. Себебі бара-бара жайылған кезінде, қамыр үлкейген кезінде, яғни сол кезде ұнды аса қатты қажет етпейтін болады. Дөңгелек формаға келтіріп алғаннан кейін, оқтаудың көмегімен тек шет-шеттерін ғана басып шығамыз. Ортасы кішкене дөңбекшік болып қалады. Ол сізде ориентир болады, яғни осы дөңбекшіктен асып кетпей, шет-шетін жайып аласыз. Кішкене жайып алғаннан кейін қамырдың екі бұрышын, екі ұшын ортасына қарайтып, тура осы видеодағыдай етіп жайып шықсаңыздар, қамырларыңыздың шеттері қалың болмай, теп-тегіс жұқа болып шығады. Осы жаңағы дөңгелек қамырды төрт жағынан қайырып, жаңағы айналдырасыздар, оқтауды айналдырасыздар. Бірақ қатты баспаймыз, әйтпесе жабысып қалуы мүмкін. Жай ғана бос қана күшіңізді жұмсамай айналдыра бересіз. Сол кезде қамыр тезде жайылады және шеттері де қалың болмайды. Немесе осы менің парақшамда толық қамырды қалай дұрыс жаю қажет, сол техникалармен бөлісе кеткен, оны парақшадан жаңағыдай көрсеңіздер болады. Мен өзім қамыр жаюды тұрмысқа шыққаннан кейін ғана үйрендім да, қыз күнімде үйде бүйтіп жаймайтынмын. Соны инстаграмда өткенде айтқам ғой, мен мысалға анам үй жұмысына қатты жегмейтін, мысалы мен спортқа беретін, курстарға беретін, соның арқасында неше түрлі жерлерде жұмыс істеп тәжірибемді арттырдым да, кейін тұрмысқа шыққаннан кейін тамақ істеуді де, қамыр жаю бәрін үйреніп алдым. Сөйтіп сол кезде үлкен кісілер негізі шешеңе ұят келтіресің, болмаса үйден біліп келу керек деген сияқты жалпы екі тарапқа бөлінді. Енді сіз осы кезекте өз ойыңызды айта кетіңіз, біз ары қарай мантымызды жалғастыра берейік. Енді ең соңында ғана жаңағыда тұзын, бұрышын ең соңында ғана саламын, енді түйіп бастайтын кезде ғана. Әйтпесе алдын ала салып қойсаңыздар, жаңағыдай су енді тұз енді етке сіңгеннен кейін су шығып кетеді да, ол жағын ұнатпаймын мен. Сондықтан етті тұзы сіңетін болса, ол пісіп жатып та сіңе береді деп ойлаймын өзім. Сөйтіп көз мөлшеріне салып шығасыз, осылай түйіп шығасыз. Манты қазанның табаларын жақсылап майлап, табаларға орналастырып, жаңағыдай қайнап тұрған судың үстіне қойып, бір 45-50 минуттай пісіріп аласыз. Енді бұл мантының бір жақсы жері, осылай түйілген күйінде морозилькаға қатырып қойсаңыз, полуфабрикат ретінде пайдалана бересіз да, қалаған уақытта, әсіресе жұмыс істейтін кісілер болса, уақыты бос кезінде тез істеп қойса, жұмыстан келгенде пісіре қояды. Енді осы мантылар пісіп шыққаннан кейін, мен әр бір листін салып болғаннан кейін, кәдімгі қолдың сармайымен осылай арасына жағып шығам, әрі жылтырап тұрады, әрі андай әдемі майлы болып тұрады, прямо андай сочный да алып келеді. Қолдың майы жарайды, кәдімгі өсімдік майын жақпаңыздар, енді ол піспеген ғой бәрібір де. Сөйтіп біз бетіне обязательно подлива жасаймыз. Мен осы жолы тек қана пиясын ғана жасадым, кішкене пиясын күйдіріп ала жасадым. Сондықтан бірақ сонда да әдемі дәмді болып шықты. Бәрібір де мынау майға қуырып жасаған тағамға қарағанда осы буға піскен тағам әлде қайда асқазанға жеңіл болады. Сондықтан міндетті түрде дайындаңыз.